Төртінші Хабибах бинт Харижа ибн Зайд ибн Әбу Зухайр. Бұл ансарлық әйелі Хазрадж руынан шыққан еді. Әбу Бәкір радиаллаху әнху онымен Сунхада тұратын. Ол қайтыс болғаннан кейін Кулсум атты қызын дүниеге әкеледі. Жоғарыда айтқанымыздай Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху 6 перзенті болды. Бірінші Абдурахман радиаллаху әнху, Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху үлкен ұлы. Худайбия күні ислам дінін қабылдаған ықыласты мүмін, Алла елшісінің саллаллаху алейку уә сәлем сахабасы. Ямама шайхастарына, Африка мен Египет жорықтарына қатысқан. Екінші Абдуллах радиаллаху әнху, Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлем мен әкесінің қоныс аударуында өте маңызды рөл атқарған сахаба. Абдуллах күндіз Меккеде болып, дұшпандардың әңгімелерін естіп, түнде пайғамбар саллаллаху алейку уә сәлем мен Әбу Бәкір радиаллаху әнху жасырынған үңгірге келіп, хабар жеткізетін. Таң атысымен Меккеге қайтатын. Таифқа жасалған жорық кезінде оған садақ оғы тиіп, біраз уақыттан кейін қайтыс болады. Үшінші Мұхаммед саллаллаху алейку уә сәлем қоштасу қажылығы орындалған жылы дүниеге келіп, Құрайыштардың құрметті жастарының бірі болды. Әбу Бәкір радиаллаху әнху қайтыс болғаннан кейін Мұхаммедтің анасы Әсма Әли ибн Әбу Талибке радиаллаху әнху үйленеді. Сондықтан оны өсіріп тәрбие берген бірден бір тұлға Әли ибн Әбу Талиб радиаллаху әнху еді. Әли оны Египет билеушісі етіп тағайындайды. Осы жерде ол қастандықпен өлтірілген. Төртінші қызы Әсма радиаллаху анха, Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху үлкен қызы, әрі көзі тірісінде жәннатпен сүйіншіленген сахаба Зубайр ибн Әл-Ауамның радиаллаху әнху жары. Мүміндердің анасы Айшадан радиаллаху әнха 10 жасқа үлкен. Сондай-ақ Әсма Мединеге қоныс аударған мұхажирлерден бірінші болып дүниеге келген Абдуллах аз-Зубайрдың радиаллаху әнхудың анасы. Алғашқылардың бірі болып ислам дінін қабылдап, Мединеге қоныс аударған. Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлем мен әкесінің қоныс аударуына да үлкен еңбегі сіңген сахаба әйел қос белбеудің иесі Затун Нитахайн атанған. Бұл төмендегі оқиғамен байланысты еді. Бір күні Әсма радиаллаху әнха әдетінше үңгірде отырған. Пайғамбар саллаллаху алейку уә сәлем мен әкесіне ас ауқат алып шығады. Жолда түйіншегінің ауырлығынан қолы талғандықтан беліндегі белбеуін шешіп екіге бөледі де, оның бірімен қайта буынып, екінші бөлігімен түйіншекті байлап асынып алады. Өмірінің соңында көзі көрмей қалғанымен ақыл есін жоғалтпаған екен. Ұлы Абдулла аз-Зубайр радиаллаху әнху дүниеден өткеннен кейін бір айдан кейін 100 жасында көз жұмады. Бесінші қызы Айша радиаллаху әнха мүміндердің анасы. Бұл шыншылда шарапатты ханым исламдағы ұлы сүйіспеншіліктің, Алла елшісінің саллаллаху алейку уә сәлем махаббатының иесі, бұл өмірдегі ең сүйікті адамы. Айша анамыз радиаллаху әнха Алла елшісіне саллаллаху алейку уә сәлем пайғамбарлық міндет жүктелгеннен кейін дүниеге келіп, ислами тәрбие алады. Алла елшісі саллаллаху алейку уә сәлем оған Умм Абдуллах деген кунья берген. Ол кісінің балалары болмағанымен әпкесі Әсманың радиаллаху әнха балаларын өз балаларындай көретін. Анамыз пайғамбарымыздың саллаллаху алейку уә сәлем имандылық мектебінің шәкірті болып, тәлім тәрбиесінен өткен. Ғалым Зухри ол жайлы барлық адамдар мен мүміндердің аналарының ілімдерін топтаса да, олардан Айшаның радиаллаху әнха ілімі асып түсер еді деген екен. Айша радиаллаху әнха Алла елшісінен саллаллаху алейку уә сәлем 2210 хадис жеткізген. Оның 174 Бұхари мен Муслимде келеді. 63 жасында дүниеден өткен. Алтыншы қызы Кулсум. Әбу Бәкір радиаллаху әнху қайтыс болар алдында Айша анамызға радиаллаху әнха, өзіңнің 2 бауырың мен 2 әпке-сіңліңе қамқор бол деген өсиет айтады. Сонда Айша радиаллаху әнха, Әсманы білемін, ал екіншісі кім дейді. Ол әлі бинт Харижаның құрсағында. Неге екенін, әйтеуір ол маған қыз секілді көрінеді деп жауап береді. Расында да Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху қазасы артынан дүниеге қыз келеді. Оған Талха ибн Убайдуллах үйленген. Алайда ол кісі ерте қайтыс болады. Кулсум Айша радиаллаху әнха анамызбен бірге Меккеге қажылық жасаған.
Mine бұл Алла Тағала ислам нұрына бөлеген Әбу Бәкір әс-Сыдықтың радиаллаху әнху өнегелі отбасы. Мұндай мәртебе одан басқа ешкімге берілмеген. Ғалымдар, тек қана Әбу Бәкірдің радиаллаху әнху отбасында 4 бірдей буын Алла елшісінің саллаллаху алейку уә сәлем сахабасы атанып үлгерді деген. Олар әкесі Осман, өзі, қызы Әсма және оның ұлы Абдулла радиаллаху әнху. Сахабалар арасында әкелері де, балалары да ислам дінін қабылдаған, немерелерінен Алла елшісін саллаллаху алейку уә сәлем көргендер болмады.